Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз омега-3 жайында айтамыз, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Омега-3 не үшін қолданамыз? Омега-3-ді біз ағзаның қажеттілігінің орнын толықтыру, түрлі аурулардың алдын алу мақсатында қолданамыз, және де ми жұмысын жақсарту үшін қолданылады. 12 түрі бар, қыздар. Қандай балықтан алынады? Көбінесе скумбрия, сельдь, лосось сияқты теңіз балықтарының бауырынан немесе төс еттерінен, немесе таза еттерінен алынатын негізгі витамин көзі болып саналады, қыздар. Омега-3-дің құрамында не кездеседі? 70% олеин майы, 25% пальмитин майы және де омега-6-дан тұрады. Яғни линойды арахидон қышқылынан тұрады. Және де аздаған мөлшерде, кішкене мөлшерде холестерин және де йод болуы мүмкін. Енді омега-3-дің негізгі қызметі витамин F-ті түзуге қатысады. Ал витамин F-тің қызметі біздің ағзамыздағы ол жүрек қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алады. Яғни инсульт, артериальный гипертензия, склероз, инфаркт миокарда сияқты аурулардың алдын алады. Келесі қызметі сахарный диабетті, яғни қан диабетін болдырмайды, тоже алдын алады профилактикалық мақсатта. Келесі қызметі бүкіл организміміздегі воспалительный процесс деп айтылады ғой, қабыну процестерін азайтады. Келесі қызметі ми жасушаларын қоректендіреді. Баланың есте сақтау қабілеті, зейіні, сондайларды дамытуға жақсы әсер береді. Себебі біздің миымыздағы жасушалардың миелин және аксон қабаттары осы омега-3-ден құралады екен, қыздар. Қараңыздар, қыздар, омега-3-ді ішуге болмайтын витаминдер болады, және де бірге ішетін витаминдер болады. Омега-3-ді бірге ішетін витаминдерге жатады темір, хром, Д витамині, кальций және де А витаминмен бірге ішсеңіздер пайдалырақ болады. Ал мүлде ішуге болмайтын А витаминінің дозасын көтеріп жіберетін состав бар. Яғни біз омега-3-ді экстрагендермен А витаминімен қосып іше алмаймыз. Себебі А витаминінің передозировкасына алып келуі мүмкін. Мұқият болыңыздар. Маңызды жайт, ішуге болмайтын қарсы көрсеткіштер, яғни белгілі бір аурулар бар. Оған бізде жатады туберкулез. Туберкулездің кез келген түрі, оның ішінде өкпе туберкулезі болсын, сүйек туберкулезі болсын, біз омега-3-ді тағайындамаймыз. Келесі, мочекаменная болезнь. Одан кейін желчекаменная болезнь, яғни өт жолдарының, зәр шығару жолдарының аурулары кезінде біз омега-3-ді мүлде тағайындамаймыз. Келесі, біз гипервитаминоз кезінде тағайындамаймыз. Витаминдер итакта организмде көп бөлініп жатыр, біз омега-3-ді оған қосымша тағайындай алмаймыз, қыздар. Тоже қауіпті жағдай. Сосын бауыр мен бүйректің жедел аурулары кезінде біз омега-3-ді бере алмаймыз, қыздар. Сосын омега-3-ді қандай өнімдерден аламыз? В основном это логично. Балық өнімдерін көп употреблять етулеріңіз керек. Егер аптасына 2 рет, сосын морепродукты бар ғой, теңіз өнімдерін қолдануларыңыз керек. Сосын орех, какао сияқты өнімдерді міндетті түрде рационға қосып отыру керек. Ал егер де бұл тағамдарды жиі алмаймын десеңіз, онда дәрілерді, яғни дәрілік препарат искусственно омега-3-ді біз рационымызға дәрілік препарат капсула түрінде немесе жидкий түрін қабылдап отыруымыз керек. Дозасына келетін болсақ, өте маңызды осы жерде. Бізде егер капсула түрінде болады, және де жидкий түрі болады. Капсула түрінде болатын болса, 4-6 капсула ішесіздер. Жидкий түрі болатын болса, 1 столовый ложканы толтырмай ішесіздер. Ал балаларға 2,5 мл-ден 1 рет бересіздер. Үлкендер тоже 1 рет ішеді күніне, ұзақтығы 1 ай болу керек. Одан артық ішуге болмайды. Сосын витаминді қабылдап болғаннан кейін жылы суды қабылдайсыздар. Витаминді таңдау барысында біз дозасына қатты мән береміз, яғни ДГК, ЭПК-ға қатты мән береміз. Именно осы составты біз арқасын ашып көргенде, витаминнің сатып алатын инструкциясын оқыған кезде ДГК 500 мг болу керек, ЭПК 700 мг-ды құрау керек. Осы ең біздің ағзамызға ең
қажетті, сіңуі жақсы доза болып саналады. Видеоның соңына дейін көріңіздер, әлі жалғастырамыз. Именно мен балаларыма қандай омега-3 беретінін жайында айтамын. Қыздар, мен өзімнің балаларыма Nordic Nutrition компаниясының Children's DHA деген омега-3-ін беремін. Бұл жерде міне 530 мг омега-3 деп тұр. Арқасына составына қарайтын болсаңыз, ең оптималды, ең балаларға пайдалы, бір жас, ең кішкентай бала 6 айға толғаннан бастап бере беретін ең жақсы омега-3-дің бірі болып саналады. Осыдан мен кішкене чайный ложкамен 1 чайный ложка берем, немесе кәдімгі шприцпен 2-2,5 мл берем. 1 ай көлемінде ішкізесіздер, тамақпен бірге. Бүгінге осы қыздар. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер.